Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла гөр деп тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып қайғылы кісі болғансығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі түстік өмірің болса, күндік мал жи, өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті, малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда, ердің малы елде, еріккенде қолда, берген перде бұзар. Алаған қолым береген, мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз, қарның ашса, қаралы үйге шап, қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды,